Здравствуйте, ребята! Урок 57. Вода– это жизнь. Су был умер. Ты научишься понимать лексические значения слов в предложениях и тексте. Создавать постер, использовать сложные предложения с союзом «и». Сен сөздердің лексикалық мағынасын сөйлемнен немесе мәтіннен түсінуді үйренесің. Постер жазасың және де күрделі сөйлемдердегі жаңағы союз иді қолданасың. Упражнение 1. Поработай с текстом. Работа в парах. Ставьте нужные слова. Утоляет, кормит, дает, поит, лечит, стремится, застывает, течет. Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмыс және қажетті сөздер мына жерде тұр. Шөлін қандырады, тамақтандырады, береді, су береді, емдейді, ұмтылады, қатады және ағады деген сөздер. Теперь читаем. Без нее нельзя прожить и дня. Она утоляет жажду, кормит человека, дает жизнь полям и садам. Она поет человека, лечит его болезни. Она то стремится паром в облака, то льдами застывает на морозе, то жидкостью течет в реках и озерах. Именно ей наша планета обязана возникновением и развитием жизни. Что это? Это у нас вода. Олсыз бір күнде өмір сүру мүмкін емес. Ол шөлді қандырады, адамды тамақтандырады және егістік пен бау-бақшаға өмір береді. Ол адамның шөлін қандырады, оны аурудан айықтырады, яғни сауықтырады. Ол бірде бұлттарға бу болып ұшады, бірде мұз болып қатады аязда, ал бірде сұйықтық болып өзен көлде ағып жатады. Жер планетасындағы барлық тіршілік көзінің себепшісі болып табылады. Ол не? Ол су. Теперь, о чем говорится в тексте? Мәтінде не туралы айтылған? Найди слова действия, выпиши в тетрадь. Заттың іс-қимылын білдіретін сөздерді тауып, дәптерге жазамыз. Заменим местоимение она, ее подходящим по смыслу словом. Какой текст вам нравится больше? Іс-қимылды білдіретін сөздер. Слова действия. Утоляет, кормит, дает, поит, лечит, стремится, застывает, течет. Ол сөздер заттың қимылын білдіретін сөздер. Олар шөлін қандырады, тамақтандырады, береді, су береді, емдейді, және ұмтылады, қатады, ағады. Осы сөздер. Запишите эти слова в тетрадь. Бұл сөздерді дәптерге жазып аламыз. Енді ол және оны деген есімдіктің орнын басқа сөзбен ауыстырып оқимыз. Без воды нельзя прожить и дня. Вода утоляет жажду, кормит человека, дает жизнь полям и садам. Вода поет человека, лечит его болезни. Вода то паром стремится в облака, то льдами застывает на морозе, то жидкостью течет в реках и озерах. Именно ей наша планета Земля обязана возникновением и развитием жизни. Что это? Вода. Какой текст вам нравится больше? Қай мәтін сізге көбірек ұнады? Упражнение 2. Создай постер. Постер жаз. Тема постера. Будем же беречь воду. Будем же воду беречь, давайте воде не позволим зря течь, а то ведь закончится может вода, и жизнь на земле прекратится тогда. Постердің тақырыбы суды сақтайық, қорғайық, және босқа ағуына себепші болмайық. Су бітіп қалса, барлық жердегі тіршілік көзі тоқтайды. С какой интонацией нужно читать предложения, в которых есть восклицательный знак? Леп белгісі тұрған сөйлемді қандай интонациямен оқимыз? Упражнение 3. Угадай. Ойлап тап. По предложенным описаниям определи название водоема. Берілген суреттеу бойынша су қоймасының атауын табамыз. Высота, скорость, пена, падать, шум – это водопад. Биіктік, жылдамдық, көбік, құлауы және шу – бұл сарқырама. Камыши, лягушки, темная вода, запах, тонуть – это болото. Қамыстар, құрбақалар, қараңғы су, иіс және батып кету – бұл батпақ. Прибой, песок, загорать, волны, солнце
это море. Жаңағы толқынның соғылуы, құм, күнге қыздырыну, толқындар және күн. Бұл бізде теңіз. С последним словом в третьей строке придумай сложное предложение по заданной модели. Запиши. Үшінші жолдағы соңғы сөйлеммен күрделі сөйлем ойлап тап, жазамыз. Знаешь ли ты, что слово «колыбель» бисек может означать как кроватку для младенца, так и место начала рождения чего-либо, кого-либо? Сен білесің бе, бисік деген сөз, яғни ол баланың керуеті дегенді білдіреді, баланың ұйықтайтын жері. Және де бұл туылған барлық дүниеге келген нәрсенің бастауы дегенді білдіреді. Яғни барлық дүниеге келген жануар, адамдардың, барлық заттардың, барлық нәрселердің бастауы дегенді білдіреді. Объясни, почему вода – это жизнь. Су – бұл өмір деп неге атайды? Упражнение 4. Подбери. Сәйкестендіріп жазамыз. Какая бывает вода? По вкусу, по цвету, по состоянию. Су қандай болады? Дәміне, түсіне және күйіне қарай. Слова помощники стоит. Соленое, бесцветное, горькое, безвкусное, вкусное, пресное, жидкое, сладкое, газообразное, кислое, твердое. Көмекші сөздер тұр. Ащы, түссіз, ащы, дәмсіз, дәмді, тұщы, сұйық, тәтті, бу күйінде, қышқыл, қатты. Выпиши по образцу. Үлгі бойынша жазамыз. Вода по вкусу бывает соленой. Вода по вкусу бывает безвкусной, соленой, пресной, горькой, вкусной, сладкой. Вода по цвету бывает бесцветной. Вода по состоянию бывает газообразной, жидкой, твердой. Су дәміне қарай дәмсіз, ащы, тұщы, дәмді және тәтті болады. Ал түсіне қарай түссіз болады. Күйіне қарай ол бу, сұйық және қатты күйде болады. Упражнение 5. Выучи скороговорку. Жаңылтпашты жаттап аламыз. Проговаривай ее четко, быстро, отрывисто. Оны тез, анық айтамыз. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека в руку реку, рак за руку греку цап. Назови звук, который часто повторяется. Көп қайталанатын дыбысты ата. Урок окончен. До свидания.